Қайырлы таң оқушылар, сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Өтіп жатқан бөлім атауы саяхат деп аталынады. Бүгін біз сабағымызды сиқырлы буын ойынымен бастағалы отырмыз. Балалар, біз білеміз, сөз буыннан құралатындығын. Алдымен мына буындарды бір-біріне тез қосып, сөз жасап көрейік. Сол сөздерді бір-біріне қосып тез оқудың арқасында мына балаға балық аулауға көмектеседі екенбіз. Ал сен дайынсың ба? Ендеше бастап оқиық. Ба, ла, ба, барыс, ба, та, балық. Жарайсың. Сен де осылай жылдам оқыған шығарсың деген ойдамын. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың мақсаты сурет бойынша мәтін құрап үйрену екен. Біз білеміз, мәтінді құрау үшін тірек сөздер арқылы, суреттер және сұраққа жауап беру арқылы құрауға болатындығын. Ал құраған мәтініміз, біз білеміз, сөйлемдерден құралатындығын және сөйлемдердің мағынасы бір-бірімен байланыста болу керек екен. Балалар, алдымен мына жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Бұл жұмбақтың шешуі не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Ауылдың сыртында сайда үлкен бір айна жатыр дейді. Ондай үлкен айнаны сендер көріп пе едіңдер? Яғни бізге жұмбақтап тұр, айнаға ұқсайды дейді. Ендеше беті жылтыр деген сөзге барғанда өзіңнің бет бейнеңді көруге болады деген сөз. Дұрыс айтасыңдар, тапқан шығарсыңдар, иә? Бұл көл екен. Жалпы балалар, көл деген нәрсенің не екендігін білеміз, иә? Ол су екен. Дұрыс айтасыңдар. Яғни суға толған ойысты көл деп айтады екенбіз, иә? Өздеріңнің тұрған аймақтарыңда, немесе егерде аймақтарыңда болмаса, ауыл шетінде болмаса, сырт жақтағы көлге қыдырып, жаз мезгілінде демалыста болған шығарсыңдар. Ал жақсы, ендеше бүгінгі біздің құрағалы отырған мәтініміз балалар тақырыбы әсем табиғат деп аталынады екен. Әрбір құралған мәтіннің, әңгіменің тақырыбы болады. Яғни тақырыпқа қарап отырып, біз әңгіме не жайында болатындығын болжап айтуымызға болады екен. Міне, әсем табиғат. Ендеше біздің қазір құрағалы отырған мәтініміз табиғаттың әсемдігі жайында айтылмақ екен. Бүгінгі біздің құрағалы отырған мәтініміз сурет және сұрақтарға жауап беру арқылы құрайтын болады екенбіз. Оқулығымыздың 96-шы бетін ашсақ, 117-ші сабақта бізде сурет берілген екен. Және сол суреттің астында бізге көмек ретінде сұрақтар жазылған. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз мәтінді құрастырады екенбіз. Алдымен мұқият қарап алайық суретте, балалар. Суретте біз нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, бұтақта отырған сауысқанды көріп тұрмыз. Ағаштың жанында ұшып жүрген көбелектерді көріп тұрмыз, тасты көріп тұрмыз. Мінекей ағаштың жанында, шөптің астында бақаның тығылып атқанын көріп тұрмыз. Суда жүзіп жүрген балықты көріп тұрмыз. Балық аулап отырған баланы көріп тұрмыз. Және баланың арт жағында балық салынған шелекті көріп тұр екенбіз. Сонан кейін судың жағалауында, көлдің жағалауында көріп тұрмыз қоға деген өсімдікті, иә, балалар? Жарайсыңдар. Ендеше алдымен мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұраққа жауап берейік. Көл жағасында не өсіп тұр? Иә, қалай жауап береміз бұл сауалға? Дұрыс. Көл жағасында қоға мен ағаштар өсіп тұр. Ағаштың айналасынан нелерді көріп тұрсың? Иә, ағаштың айналасынан нелерді көріп тұрмыз? Қазір ғана айтып кеттік. Иә, ағаштың айналасынан. Дұрыс. Бақаны көріп тұрмыз ағаштың айналасынан, иә? Көбелекті деп айтуымызға да болады. Сауысқанды да көріп тұрмыз деп те айтуға болады. Қоғаны көріп тұрмыз деуге де болады екен. Баланы көріп тұрмыз деуге де бола береді. Және ағаштың жанында сонымен қатар тас тұр деп те айтуға да бола береді екен. Ағаш бұтағынан не байқадың? Ағаштың бұтағында не отыр? Дұрыс, сауысқан отыр екен.
Ең соңғы 4-ші сұрақ. Ағаш маңында нелер ұшып жүр? Ағаш маңында нелер ұшып жүреді, жаңа ғана айттық. Дұрыс, ағаштың маңында көбелек ұшып жүр. Жарайсыңдар балалар, біз қазір ғана сұрақтарға жауап беру арқылы бізде шағын мәтін құрастырылды. Енді сұраққа жауап берген жауаптарымызды есімізге түсіре отырып, кәнекей соны тізбектеп айтып шығайық. Көл жағасында ағаш пен қоға өсіп тұр. Ағаштың айналасында тастың тасасында бақа жатыр. Ағаштың бұтағында саңқылдап сауысқан отыр. Ал соның маңында көбелектер ұшып жүр. Суда шортып балық жүр. Ал балықты аулап Жандос отыр. Жандос шелегін балыққа толтырды. Көл жағасында жазда барып отырған қандай керемет. Табиғат әсем. Міне өстіп әңгімемізді толықтыруымызға болады екен балалар. Мінекей балалар, біз қазір ғана не істедік? Суретке назар аудардық. Содан кейін суретке қарай отырып, сұрақтарға жауап бере отырып, біз шағын мәтін құрастырдық. Жарайсыңдар балалар, жақсы еңбектендіңдер. Енді келесі кезекте жұмыс дәптерімізді ашып, 117-ші сабақтың бетін ашамыз. Бұл жерде құрамында Б дыбысы бар сөздер берілген. Осы сөздерді қатесіз ұқыпты жазып шығайық. Бізде бақа, бота, балық, бала, болат, бөрік, асқабақ, бақша, бақбақ деген сөздер берілген екен. Және осы сөздердің астында суретте бағанағы көкөністің суреттері тұр екен. Сол суреттердің астына осы сөздерді жазып шығамыз. Яғни асқабақ, қарбыз, сәбіз, бұрыш деген сөздерді әдемілеп, көркем, қатесіз жазып шығайық. Және осы жазып болған тапсырмаларыңды, жіберулеріңді ұмытпаңдар. Және қосымша оқу тапсырмасы ретінде біздің оқулығымыздың 96-шы беттің соңында 4-ші оқу тапсырмасы берілген. Осы тапсырманы сендерге шығармашылық жұмыс ретінде ұсынғалы отырмын. Табиғат жайлы не білеміз жалпы балалар? Өйткені бүгінгі әңгімемізде, құрастырған мәтінімізде осы табиғат жайында болып жатыр. Ендеше сендер жалпы табиғат жайлы не білесіңдер? Соны қағаздың бетіне схема ретінде, сызба түрінде көрсетесіңдер ме, жоқ сурет түрінде көрсетесіңдер ме? Соны көрсетіп, яғни оны қорғауға дайындалыңдар. Сол суреттерін салатын болсаңдар, сызбаларыңды жасайтын болсаңдар, соны ұстап тұрып, яғни не әсемделді, жалпы табиғат туралы не білесің, сол білгеніңді қорғап, видеозаписіңді маған жіберуді ұмытпа. Мен сенің керемет жұмыстарыңды күтемін. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Белсене қатысқандарың үшін сендерге рахмет. Сендердің керемет жұмыстарыңды келесі сабақта күтемін. Сау болыңдар.